Бүгін Алматы қаласында ұлттық колледж лигасының волейбол спорт түрінен қалалық іріктеу басталды. Жарысқа қаланың үздік колледж командалары қатысып, республикалық додаға жолдама алу үшін бақ сынасуда. Салтанатты ашылу рәсімінде спортшылар, жаттықтырушылар мен құрметті қонақтар бас қосты. Іс-шарада Алматы қаласы білім басқармасы, қалалық дене шынықтыру және спорт оқу тәжірибелік орталығының директоры Бақтияр Елемесов қатысушыларға сәттілік тілеп, жарыстың маңыздылығын атап өтті. Жалпы ұлттық мектеп лигасы бізде биыл ерекше форматта өтуде. Ол өйткені осыған дейінгі лига жарыстарында біз тек қана мемлекеттік колледждар арасында өтсе, биылғы жылы біз жалпы қала көлемінде қандай жекеменшік колледждар бар, барлығын бір ортаға жинап, 4 дивизионға бөліп, сол 88 колледж қамтылды. Сол әр дивизиондан шыққан командалар, бірінші, екінші орын жүлдегерлері бүгін ақтық сынға өз бақтарын сынайтын болады. Мектепшілік, аудандық, қалалық іріктеу кезеңдері және де ақтық сын ол бізде республикалық кезең. Бас төреші жарыс ережелерін таныстырып, командаларға әділ ойын мен жоғары спорттық шеберлік тіледі. Айта кетейік, бүгінгі іріктеу кезеңінде топ жарған командалар республикалық додада Алматы қаласының намысын қорғайтын болады. Ұйымдастыру жағы бәрі керемет. 174-ші мектеп гимназиясы өзінің оқушыларын ортаға шығарып, билетіп, ән айтқызып, жақсы көңіл күймен бастап берді таңымызды. Жарысымыздың салтанаты өте керемет өтті. Абдрахман Қайрат Сабира Якуб, Ұрпағы Медиа, Алматыдан.